қайнымның тойына дайындықта бірінші часть естеріңізде шығар, осындай гүлге распаковка жасап түсірген болатынмын. Келесі күні осындай көйлек таңдауға кірістік. Мына көйлек маған қатты ұнады, бірақ жолдасым киюге рұқсат бермейді. Мына жерде маған модель болып берші деп өтініш жасаған соң екінші көйлегін киіп видеоға түсіп бердім. Кейін уже біз тойбастарға кірістік. Мына жерде 12 столға осындай 12 түрлі бірдей қылып тойбастар жасадық. Тойбастарға үйге қажетті барлық нан салатын, копилкалар, ыдыстар қосқан болатынбыз. Ал келесі күні уже құдаларды күтетін барлығы асығып күткен тойдың дастарханы, сервировкаларды қараңыздаршы, өте әдемі. Осындай салфетницалар, гүлдер, бүкіл столдың жауын алып тұр. Кстати, мына торттардың барлығын мен өзім жасаған болатынмын. Мына фруктовницалар барлығын бірге жасадық. Үйде құдалықты бітіріп болған соң тойханада үлкен той жалғасты. Мына жерде менің мамам мен папам тілек айтып жатыр. Келесі уже жастардың махаббат вальсі. Қараңыздаршы, қандай әсерлі сәт. Барлықтарыңызға келін алмағандар келін алып, үйленбегендер үйленіп, осындай әдемі той жасау барлықтарыңызға жұғысты болсын.